Қыздар, сәлем. Бүгін мен сіздермен үлкендердің де, кішілердің де ең сүйікті тағамы спагеттидің рецептісімен бөліскім кеп тұр. Әрине, әр ас үйдің ханшайымы оны әртүрлі пісіреді. Мен бүгін сіздермен дәмді әрі жеңіл рецептісімен бөліскім келеді. Егер де үйде қонақ көп болып, еттеріңіз қалып қойса, осындай піскен еттен де өте дәмді спагетти жасасаңыздар болады. Бүгін мен піскен ет және бұрыш, помидор араластырылған салат түрін және бір пияз, бір сарымсақ қосып, осындай дәмді спагеттиді пісіретін боламын. Бірге дайындайық. Ең бірінші міне кастрюльға су құйып спагеттиларымызды салып қоямыз. Спагеттиларымыз піскенше полукольцы етіп жуаларды кесіп қоямыз, яғни пиязды. Одан соң ұсақтап сарымсақты. Менде піскен ет болғандықтан ең бірінші жуаны қуырып аламын сарымсақпен. Одан соң бұрышты, содан соң етті салып, және кез келген қалаған дәмдеуіштерді қолда бар саламыз. Одан соң қуырылғанын күтеміз. Барлығын жақсылап қуырдық. Қазір енді дәмдеуіштерін салып, су құйып бұқтырып қоямыз 15-10 минутқа. Піскен ет екендігін еске саламын, сондықтан 10-15 минут. Ал сіздер шикі ет қолдансаңыздар, піскенше қойып қоясыздар. Міне қыздар, өте дәмді әрі тез пісетін спагеттиіміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.